Деки Арман атымен танымал Арман Жұмагелдиевтің Назарбаевтар отбасымен байланысы туралы жиі естіп қалса болады. Бұған негіз болған кейбір жайттар да жоқ емес. Сол жайттарды тізіп өтейік, ал қорытындысын әрбір адам өзі жасар. 2005 жылы Арманның туған жері Шымкентте арасында арман бар бір топ адамдар турист қонақ үйіне басып кірді. Әділетті Қазақстан оппозициялық қозғалысының конференциясына шабуыл жасаған. Дәл сол жылы президент сайлауы болған еді. Оппозиция жетекшісін шабуылдаушылардың соққысынан оның күзетшілері аман алып қалды. Экс-боксшы қамауға алынып, бұзақылық бабы бойынша шартты түрде сотталды. Арманның өмірбаянын баяндайтын сайттарда шабуылшы топты Арман басқарды делінеді. Осыдан бір жыл бұрын Арманның әйелі Орда Ньюс арнасына сұхбат берген болатын. Сұхбат арасында Арманды 2005 жылы қамауға алғанда Дариға Назарбаеваға жазғанымыз хаты жайында сөз қылынады. Арманның әйелі Айкөл Арман қамалғанда есірткі салып жіберіп қамады деп ақталды. Бірақ Орда Ньюс сұхбат видеосында Арман Жұмагелдиевтен Дариға Назарбаеваға делінетін бір хатты көрсеткен болатын. Арнаның өзінің хабарлауы бойынша хаттың мәтінін олар jumagel@mail.ru электронды пошта адресінен алған екен. Әрі оның шынайы екенін растай алмайтындарын жеткізді. Осы хаттың скриншотын экраннан көре аласыздар. Оның аудармасын оқып берелік. Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы, мен сізге түрмеден хат жазып отырмын. Президентті қолдап, одақ құрғаныңызды білдім. Мен де сіздің әкеңіз ұзақ уақыт басқарғанын қалаймын. Тек тәртіп болады. Сондықтан мен жазып отырмын. Сізбен тікелей хабарласқаным үшін кешіріңіз, бірақ менің жүгінетін адамым жоқ. Шымкенттегі оқиғадан кейін мен түсініксіз жағдайға тап болдым. Олар мені әділетсіз соттағысы келеді деп ойлаймын. Бірақ мен еліміз үшін азап шектім. Мен президентті қолдағым келді. Менің ағашкалармен келісімім бар еді. Мен сендім, бірақ олар мені аяқтан шалды. Мен әлі де жауларымызбен күресу үшін күш қолдануымыз керек деп есептеймін. Бұрыннан солай болған, солай болады. Көп адамдар солай ойлайды. Бұл жерде дұрыс адамдар өмір сүруге кедергі келтіретін осы сілімтіктерден арылу керек дейді. Бізді бандит деп санаудың, бізге қылмысты қатыстырудың қажеті жоқ. Мен қылмыскер емеспін. Бізге Қазақстанда тәртіп керек, және біз ол үшін күресуге дайынбыз. Сізде осы халық жауларымен күресіп жатқан адамдарыңыз бар екенін білемін. Ал бостандыққа шыққанда мен сізбен бірге боламын. Өйткені олар көшеге шыққанда полиция шақыртудың қажеті жоқ. Халықты өзіміз шығарып, олармен айналысамыз. Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы, сізден көп өтінемін, мені қолдаңыз. Мені бұл жерде қалдырмаңыз. Сонымен қатар, менің анамды мектеп директорын жайына қалдыруды бұйырыңыз. Мені қорғайтын жақсы адвокат беріңіз. Мен сізге шынымен сенемін. Үлкен құрметпен, Арман. Бұдан бөлек Новая газета сайты Нұрсұлтанский Соловей телеграм арнасына сілтеме жасап, туркиялық қылмыс әлемінің өкілі Седат Пекармен байланысын Арман арқылы жүргізген деп қорытынды жасайды. Седат Пекар түркиялық әскери Бозгурт, яғни сұр қасқырлар ұйымын қаржыландыруға қатысы бар дейді телеграм арна. Арманның Седат Пекармен байланысын арна келесі жайттармен түсіндіреді. Қылмыстық әлем иерархиясында Пекер әзірбайжандық ұры Надир Салифовтың, яғни Лото Гули қамқоршысы болып саналады. Ал сұр қасқырлар ұйымын жақтаушы жабайы Арман оның қол астында жүрген екен. Салифов 2020 жылы тамызда Түркияда өлтірілген. Захари Калашев, яғни Шакро Молодой кланынан шыққан Гурам Чехлидзе атты вор в законені бұрын ұрып соққаны үшін жабайы Арманға ТМД аумағында қауіп төнгендіктен ол Түркияда қалып Пекардың қамқорлығына көшкен болатын. Пекар түрік президенті Режеп Тайып Ердоғанның баласы Біләл Ердоғанмен тығыз достық қарым-қатынаста екен. Біләл Ердоғанның өзі Қайрат Сатыбалдымен араласып, Сарыағаштағы оның марқұм әкесі мен Нұрсұлтан Назарбаевтың інісі Сатыбалды Әбішұлы атындағы ислам орталығының салтанатты ашылуына құрметті қонақ ретінде қатысқан. Осылайша түрік қылмыстық әлемінің қолбасшысы Седат Пекер мен Қайрат Сатыбалды мен жабайы Арман байланысы анық деп түйіндейді Нұр Соловей арнасы. Қаңтар оқиғасы кезінде Жұмагелдиев Алматыға келді. Нұр Соловейдің айтуынша Сатыбалдының өтініші бойынша оны Пекер жіберген. Түркиядан келген Жұмагелдиев Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен тығыз байланыстары бар түрік ағайынды Зияддин мен Усейн Касановтарға тиесілі Қазақстан қонақ үйіне жайғасады. Жұмагелдиев қонақ үйде штаб құрып, қонақ үйдің фойесінде тапаншамен болғаны және содырлары әкелген адамдарды залда олардың еркіне қарсы ұстап тұрғаны туралы деректер бар. Осыған қоса, арнаның хабарлауынша жауап алу үшін Дариға Назарбаеваның құдасы Қайрат Боранбаев Жұмагелдиевке өзіне тиесілі Есентай Тауэр бизнес орталығында екінші штаб ұйымдастыруға рұқсат берді.